Nazar. Benim adım Nazar. Bugün Kuray apay ekеуміз тәжірибе жасайтын боламыз. Ауаны зерттейтін боламыз. Достар, біз табиғатты аялаймыз. Ауаны ластамауымыз керек. Ауа көзге көрінбейді. Kuray apay, siz бірдеңе сездіңіз бе? Дұрыс айтасың, Назар. Мен ауаны сезіп тұрмын. Назар, келесі тәжірибемізде машина ыдысқа мен су құяйын. Назар, мына түтікшені салдым, үрлеп көрші. Назар, не байқадың сен? Көпіршік байқадың, иә? Бұл біз суға түтікше салу арқылы көпіршік байқадық. Бұда біз өйткені ауа судан көпіршік арқылы шығып жатыр. Енді келесі тәжірибеміз. Қызықты тәжірибе, Назар. Қазір мен мына ыдысымызға су құяйын. Сен оған дейін мына қағазды умаждай бер. Шыны ыдысымызға салайық мені. Иә, Назар? Енді қазір су құйған ыдысымызға салайық былай. Назар, қарашы, не байқадың? Қағазды алып көрші ішінен. Қағазымыз су болды ма? Жоқ. Су болған жоқ. Ылғалда болған жоқ, иә? Ұстап көрші. Бұл ауа қысымы арқылы біздің қағазымыз ылғалда суда болған жоқ. Өйткені ауаның қысымымен қағазымызды сулаған жоқ. Ендігі тәжірибеміз, Назар, мынау пластикалық бөтелкені мен әдейі арнап су құйып тесіп алып келдім. Осы тесіктің ішіне біз түтікшемізді салайық. Осы тәжірибеміз өте қызықты. Шарды ауаға толтыра бер, Назар, сен, иә? Жарайсың. Жарайсың. Рахмет, Назар. Сен шарды неге толтырдың, Назар? Ауа. Дұрыс айтасың. Шарды сен ауаға толтырдың. Осы толған шарды, ауамен толған шарымызды мен пластикалық бөтелкемізге орналастырайын. Қарашы, не байқадың, Назар? Шарымыз толған ауаға пластикалық бөтелке арқылы түтікшемізден су шықты, иә? Саған тәжірибеміз ұнады ма, Назар? Иә. Жарайсың. Балалар, осымен сау саламатта болыңыздар.